Адам ешқашан өзгермейді, егер мына нәрсені түсінбесе. Қазіргі өмір сүрудің азабы өзгерістің қиындығынан әлдеқайда ауыр, әлдеқайда қиын. Яғни бүгінгі жеңіл өмір ертеңгі қиын өмірге әкеледі. Не болмаса бүгінгі қиын өмір ертеңгі жеңіл өмірге әкеледі. Яғни қазір сен телефонда отырып, әлеуметтік желіде отырғаның жеңіл өмір, бірақ ертең көп қимылдамасан, ол сені семіруіне әкеледі, денсаулықтың нашарлауына әкеледі. Мысал үшін қазіргі кезде сен тамақ дайындамай фастфуд жесең, ол саған жеңілдік әкеледі, сен тез тоясың, ол дәмді, бірақ ертеңгі азабы оның сенің денсаулығын, яғни жүрек ауруы, семіру ертеден ерте. Енді өмірдің әр түрлі жеңіл нәрсесінің өзінің салдары болады, қиын нәрсенің де өзінің салдары болады. Мысал үшін қаржылық жағы болсын, спорт болсын, дене күтімі болсын, киім болсын, қазіргі мүлкім болсын, оның әр қайсының қазіргі себеп салдары бар. Яғни сен қазір жақсы жеңіл жұмыс таптың, ол жақсы, сен тез арада ақша табасың, айма-ай тұрақты түрде зарплата аласың, былайша айтқанда, заработная плата, яғни құлдың ақысын аласың. Бірақ ертең пенсиян аз болғанда, ештеңкеге жетпегенде қиын болады. Және де сен пенсияға шыққан кезде ешкімге керек емес боласың, Ал қазір жас кезінде өз бизнесіңді, кәсібіңді бастау қиын әрине. Банкрот боласың, бизнесің жүрмей қалады. Бірақ ертең сол бизнестің майжелігін шағып тастағаннан кейін ол саған жеңілдік әкеледі. Сол үшін, құрметті досым, менің алдын ала миллиардерлер, миллионерлермен есептелінген мықты жолға қойылған бизнес командаға шақырамын. Менің бизнесім жеңіл емес. Ешқандай бизнес жеңіл емес. Әсіресе бизнесте болмаған адамға бизнесті бастау өте қиынға соғады. Бірақ менің командама қосылсан, біздің жетекшілігімізде жүрсен, сенің мына көп қиыншылық сәттеріңізді біз айналып өтеміз. Сізге жетекшілік етеміз. Сіздерге бір өзіміздің ақылымызды, біздің кеңесімізді айтамыз. Іске сәт, сау саламат. Маған коммент жазыңыз, лайк басыңыз, хабарласыңыз, әңгімелесейік, хабарласайық. Жақсы, сау болыңыз.